үшін арнайы Орал қаласынан Ақтөбе қаласына келді. 28-29-30 болады дегенсің. Арнайы балдардың демалыс күнін есептеп. Рахмет. Мен Оралға алашса бара жатырмын. Келмейді деп ойладыңыз ба? Келмейді деп ойлап. Оралдықтар мен неге келмейді деп ойладыңыздар, айтыңыздаршы. Сіз мен Оралдықтар жақсы көремін. Мен Оралға осыдан 22 жыл бұрын келін болып түскен уақытта менің түйгенім, ол кезде мен 20 жастамын ғой. Неге Оралдықтар сондай ерекше? Ауыл, мысалы, үлкенге де үлкен адам ретінде қарайды, кішкентай мектеп оқушысына да үлкен адам ретінде құрметтейді. Сосын ол жақта өсек аяң айтылмайды. Күшті, мысалы, 15 жастағы қыз отыр ма, үлкен адамша сөйлеседі. 15 жастағы қыз қалада, 17-18 жастағы студенттер келді ма, олға оған арнайы дастархан жасап, бүкіл әулет күтеді. Туыстары, бауырлар, көршілері, бір шай берейін деп айтады, шай емес, еттіріп. Соны айтып жүрмін да, сосын бір нәрсе айтасың, мысалы, бір жамандағысы басталып жатады ғой, екіншіден. Мә, күшті адам я дейді да. Ана жамандағысы өп тұрған адамның ана жауып тастайды. Сен арғай жамандамайды ешкімді. Оралдықтар, сіздер сондай ерекшеліктеріңізбен ғажапсыздар. Бірінші желтоқсан күні. Желтоқсан айының алғашқы күні мен Орал қаласында. Оралдықтар, сіздер маған бөтен емессіздер. Сіздер менің бала-шағамның туысысыздар. Мен өте қатты құрметтеймін. Оралда көп хат келді. Жаңа кісі айтып отыр ғой. Сіз Оралға ренжіп қалған боларсыз, келмей ма деп ойлап отырмыз, келіңізші деп жатыр. Барам? Неге бармаймын? Рахмет, қуаныштымын. Кергізі мынандай болады да, Орал кісі кетті. Біз сізден кешірім сұрайықшы дейік. Кешірім сұрайтқан болмаса, бізден кешіріміз қабыл алыңызшы дейді ғой. Мен айтамын, ой, әркім сіздердің не қатыстарыңыз бар, Құдай ожан? Неде, өмірде қандайсыз, шынайы да, қарапайым. Иә. Экранды бірдей кетер оны. Рахмет көптім. Рахмет. Жақын білмегесін. Қуаныштымын. Қазір жаңа көптім, шынайы, бұрыннан танысымыз сияқты. Мен бір Турцияда бір отельдің астында отырсам, бір түрік жігіт келді, кішкене орысша біледі екен, аздап енді, өйткені орыс тілдер көп келетін болып тұр ғой. Менен тұрады деді, вы казах деді. Сосын айтамын, да, қазақ. Мен всегда сіздерден сұрағым келеді дейді да, қазақтардан. Не сұрағыңыз келеді десем, мен қанша отельде жұмыс жасадым, қай жерге барсам да 70-75% қазақтар демалады дейді келіп. Қалған 25-20% басқа ұлттар келеді дейді. Айтам, и чё? Десем, нет дейді. Мен бүкіл елдің мәден Чайна, мәден Германия, мәден Рашин, мәден там бірдеңе. Мен бірақ андай мәден Казахстан деген бір производство шығарып жатқандарын көрген жоқпын дейді. Сіздер қалай байсыңдар дейді. Ештеңе, мен вообще осы уақытқа дейін мәден Казахстан деген бір ештеңе көрген жоқпын дейді. Вообще ақшаң қайдан алып жатсыңдар дейді. Сосын мен айттым, білмеймін, өзі келіп атады өзі. Біз өзімізде байқамаймыз. Біз, может быть, сол үшін шығар өзімізбен. Мәден қазақ, все, нормально емес пе саған деп жауап. Сонда біз мен ойлаймын да, біз осындай Алла тағала беріп жатыр бізге. Несібені беріп жатыр. Соны қадірлеп жатқан ағай. Жаныма бұл сауда емес, бұл халқына басын ию, рахметін айту. Халық қолдап киносына барып атқаннан кейін, халықтың алдына шығып рахметін айту дейді. Қаншама әртістер бар, үйлерінде жатып алып кассасын санап қойып, үйінде тып-тыныш жатады. Кейбір әртістер бар, ең көп зал жиналған, адам көп лық келген, бір ғана сеанстарына кіріп өтірік видео жасап алатындар да бар. А бұл жерде Мөлдір Мұхан кеше Таразға келген кезде бүкіл сеансқа кіріп, концерттің қойып, өлеңін айтып, билетіп, тәтті шашуларын шашып, бүкіл мен суретке түсейінші деген адамның барлығы мен суретке түсіп, одан кейін халқына рахметін айтып, басын иіп, кинода ұнамай қалған жерлер болса, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, бұл менің алғашқы жобам. Алдағы уақытта бұдан да жақсы дәрежеге көтерілемін, соға дейін еңбек етемін деп кәдімгідей халқына рахметін айту болды да. Соны түсінген адамға. Ал ойлайсыздар, сіздер әшейін просто так ерігіп, ешкім қала араламайды ғой. Қала аралап, ана қаладан мынау қалаға жету просто так оңай емес қой. Қаншама жол бар, уақыт кетеді, ақша кетеді, энергия кетеді, команда бар, команданың жұмысы деген қаншама, оларға беретін қаражат қаншама. Оның бәрін есептесең әжептәуір сума болады негізі. Бірақ қой, мен құрдан шығындалғаннан гөрі лучше үйде жатып ақша жинайын деп жатқан адам емес қой.
халқының алдына шығу, рахметімді айтайын, менің киномды қолдап жатыр екен қанымдар, қыздар, мен де барып олардың алдына басымды иіп рахметімді айтайын деп аралап жүр. Бекерден бекер аралап жүрген жоқ ерігіп. Киноға барыңыздар, көріңіздер, өзіміз бардық, көрдік. Жылайтын жерінде жыладық, күлетін жерінде күлдік. Достарымызды еске алатын жерінде еске алдық. Сіздер де барыңыздар, көріңіздер. Киноға адам демалу үшін барады ғой. Бүкіл нәрсені ұмытып, бір стресс, нервтің барлығын шығарып қойып, бір демалу үшін барады. Демалу үшін киноға барыңыздар, мін іздемеңіздер ешқандай жерден. Өмір өте тым қысқа. Сол өмірде тек қана күліп, қуанып, барлық адамға риза болып, рахмет айтып сөйтіп жүру керек. Сол кезде өзіңіздің де өміріңіз жақсы болады. Ал уыңызды шашсаңыз, сізге де у шашатын адам табылады. Так что ешкімге у шашпайық. Әйел әйелді қолдап, тек қана тыныш, күліп, жадырап өмір сүрейік. Қабақтарына қар жауатын әйелдер көбінесе ауру табады. Сол себепті әйелдер ауырмай, тек қана күліп жүрсеңіздер, жадырап, жайнап жүрсеңіздер, бүкіл ағзаларыңыз күшті жұмыс жасайды. Мөлдір ханым өзінің фильмін түсіріп, өлеңін айтып, міне желіні жарып жатыр, киносына шақырып жатыр. Бірақ өкінішке орай киноға барып келген адамдар, мен өзім барған жоқпын, барғым да келмейді. Оның себебін соңында айтамын. Ал барып көріп келген біраз актерлер, әншілер, солардың біраз отзывтарын тыңдап көрдім. Бірақ жақсы әңгіме айтып отқан жоқ. Бірақ өзінің айтуы бойынша бәрі керемет, көре алмайтындар мені көре алмай жатыр, даттап жатыр, үйтіп жатыр деп желіні шулатып жатыр, көріп отқан шығарсыздар. Жақсы деген баға қоямын. Мен кино әлеміне басқан қадамым кеше ғана. Мына нәрсені айтқым келеді, достар. Мүмкін жақсы да шығар, біреу үшін. Талғам деген әр адамда әртүрлі, біреу ұнайды, біреу ұнамайды. Маған мысалы бір талғам ұнаса, сізге басқа талғам ұнамайды дегендей. Сол үшін бәрімізге әртүрлі. На вкус и цвет друга нет дейді орысша. Мен мына нәрсені айтқым келеді да, достар. Мөлдір ханым Тұрсынбектің әйелі екенін білеміз. Енді қазір ажырасып кеткен шығар, білмейміз оны. Енді аман болсын, семьялар негізі ажыраспаған дұрыс. Мына Тұрсынбек 25 жылдай сахнада жүр. 25 жылдай өнер адам болып, Москвада, жалпы Россияда, Қазақстанда, біраз жерлерде қалай актерлік шеберлігімен танылған адам. Жалпы ТМД елінде оны жақсы таниды, барлығы бағалайды. Ал енді Мөлдір ханым кеше ғана бірақ өлең айтып шықты, бір кино түсірді. Енді осының бәрін мен кереметпін дейді. Осы да вопрос. Тұрсынбек 25 жыл бойы бір кино түсірмеді, Мөлдір ханым бір өлең айтып, бір кино түсіріп жүрді. Сол үшін өздеріңіз ойлай беріңіздер, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екен, өзінің өмірін киноға салған да дұрыс па екен, дұрыс емес пе екен, ойларыңызды жазыңыздар. Жалпы критиканы, сынды қабылдай білу керек. Мен ойлаймын, достар, киноның ең мықты соңы осы Тұрсынбек пен Мөлдір ханым бірігіп, жақсы семья жалғаса берсе екен деймін. Арамызда